Сақал туралы айтатын болсақ, қазақша айтайын. Қазақтың бір зиялысы жоқ сақалсыз болған. Абай да сақалды, Шәкәрім де сақалды. Кенесары батыр да сақалды. Біздің ұлыларымыз, батырларымыз да, зиялыларымыз да сақалды. Қазыбек биден сөз қалған. Ердің көркі сақалды, сөздің көркі мақалды. Иегінде сақалы жоқ, сөзінде мақалы жоқ, құртыңдар мына тоқалды деп. Мақал сөйлеген қазақтың тілінің байлығы. Сақал деген ерліктің белгісі. Еркек кісі сәл маймылдан берірақ жүн болу керек қой сәл. Еркек болады сонда. Кішкентай грубыйлау, андай қодарлау, қолдары күс-күс, жүн болса еркек болады да сол адам. Кішкентай еркек дей аласыз. Қазіргі заманның еркектері әтір сеуіп, қыздар сияқты жылтыр киініп, жаныңызда сыртынан теріс қарай кетіп барсаңыз, қыз ба, ер ма ажыратамай да қаласыз. Бұны енді расында да бабаларымыз бұрындары айтып кеткен мұндай адамдарды. Еркек азат, қатын тозат деп. Сондықтан айтатыным бауырлар, біздің қазақылықта да ер азамат ата болғаннан кейін негізі өзі мұсылманшылықтың шарты деп азды көпті тапқан таянған сақалын қояды. Сақалды әсемдеу, дұрыстау бұл біздің дінімізден. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сақалын өте қатты күткен. Оған май жаққан, әтір жаққан. Оған әтір жаққандығы Сахих Тирмизиде келеді. Май жаққандығы да бар. Мұның неге айтып жатырмын? Себебі пайғамбарымыз айтады екен, Алла тағала сұлулықты сүйеді дейді екен. Сондықтан киімдеріңіз, жүріс-тұрыстарыңыз өте әйбат, көркем, сұлу болып жүргені абзал болады. Сақалды қою пайғамбарымыздан қалған сүннет амал. Сүннетті тәрк қылу бұл жерде жақсы амал болмайды. Бәлки пайғамбарымыздың сүннетіне қарсы болады. Тек қана бір үлкен қызмет орындарында, немесе бір қандай да бір әскери орындар, немесе бір жаңалдегі өзінің жұмыс орны сол жерге енді бір қиыншылық беріп жатқан адамдар амал жоғынан сақал қоя алмайды. Онда бір қатты даудамай емес, себебі сақал деген әурет емес, әйел кісінің мойны басындағы орамал емес. Сондықтан егер енді сіздің жұмыс орныңыздан қысып атса, бауыр намазыңызға ие болып қалыңыз. Бала шағыңызға егер тиын-тебен табылмай жүретін болсаңыз, амал жоқтан сақалыңызды алып, бала шағаңыздың нәпақасын тауып бересіз. Ал егер шамаңыз келетін болса, сақалы қойып, кішкентай басыңызға бас киім киіп, біздің қазақы лажы барынша дәстүрді ұстанғаныңыз абзал болады екен. Сақал сүннет амал, оны тастау, қырып тастау харам болады негізі. Жақсы болмайды, себепсіз. Немесе сән қылып, немесе сақалды қойғанда жеркену, бұл енді дұрыс емес қылық. Бұл енді батысқа еліктеу болып танылады. Дүррүл Мұхтар деген кітапта Шейх Ибн Абидин деген кісі бар. Ибн Абидин деген бұл Осман халифаттағы ең ірі муфти кісі болған. Біздің Ханафи мазхабындағы муфтилердің барлығы сол кісінің фатуасынан алатын кітап, менің айтқан кітабым. Хашияту Ибн Абидин деп аталады. Осы кітапта айтады, сақал жөнінде. Кім сақалын бей-берекет, діннен қашам деп, батысқа еліктейм деп қойып тастаса, ол қыз теке, болмайтын болса, сол батысқа еліктеген ифранжи. Ифранжи дегеніміз енді былайша айтқанда, сол неміс, сол жаңалдегі англичан, сол американға еріп кеткен адам деп айтады. Яғни былайша айтқанда бұл біздің дәстүрімізді аяққа тастап атқан адам деп айтады. Енді ұзын сөзін тобықтай түйіні бауырлар, қазір енді сақалға жұмыс орындарына да қарсы шығып жатыр. Сақалға көп жерінде дұрыс емес әңгімелер болып жатыр. Негізі өздеріңіз қараңыздаршы, ана орыстың жаман суретшілері де, орыстың поптарда сақал қойып жүр, оларды әңгіме қылып атқан жоқ қой ешкім. Орыстың попының сақалы біздің имамдардың сақалынан үлкен. Бірақ оны ешкім үндеп атқан жоқ. Неге? Себебі ешкінің арты әрдайым ашық. Сондықтан сол ешкінің арты ашылды деп ешкім көрмейді оны.
Ал қойдың арты бір секіргенде ашылып қалса, о, ашылып қалды деп жұрттар секіреді. Сондықтан жұрттың бәрі осы мұсылманның қателігін аңдиды да жүреді ғой. Біз момын халықпыз қой сияқты. Сондықтан қалай кішкентай сабырлықта болып, дінді барынша ұстануға әрекет жасаңыз.